Бір ауыз қазақша білмейтін депутаттар енді бюджет қаржысына қазақ тілін үйреніп жүр. Халық қалаулылары мемлекеттік тілді меңгеру үшін билік жыл сайын миллиондаған ақшаны аямай құйып жатқан көрінеді. 700 мыңның жалақысын алатын депутаттардың білім алуға келгенде өз қаржылары жетпей ме? Әлде олардың ана тілін білуге құлқы жоқ па? Аямүтәл тарқатады. Қазақ тілінің мемлекеттік мәртебе алғанына 30 жыл өтсе де, кей шенеуніктер әлі күнге дейін 30 минутта қазақша баяндама жасай алмайды. Өздеріне ыңғайлы тілде заң жазып, сауал жолдап жүрген депутаттарға да әбден көз үйренді. Қазақша қойылған сұраққа орысша жауап беретіндері де тыйылған жоқ. Алайда ана тілін толық меңгергісі келетін депутаттарға үкімет бар жағдайды жасап та қойыпты. Мемлекеттік сатып алу дерегіне қарасақ, соңғы 6 жылда бюджеттен осы мақсатта 275 миллион теңгедей қаржы бөлінген. Жыл сайын шамамен 50 шақты депутат қазақ тілін үйреніп жүр. Басқа ұлт өкілдері көбінесе. Кәдімгі 2-3 адамнан бірігіп, мұғалім жалдап. Депутаттың өз жағдайы жоқ па, өз ақшасына үйренуге тілді бюджетке ауыз салмай-ақ? Мемлекет тарапынан көңіл болып жатса, бөлініп жатса, неге оны үйренбеске? Ал парламенттегі өзге ұлт өкілдері болса, тілді өз қаржымызға оқып жатырмыз дейді. Бәрі өз ақшасы үшін репетиторлыққа түсіп, мұғалімдермен жеке үйде болатын болса, басқа жерде болатын болса, үйреніп жүр. 27 миллион теңгені бюджеттен бөлу. Мен нақты сол қаражат бойынша білмеймін. Қазақшаға шорқақ болса да тілін сындырып барынша сөйлеуге тырысқан Гүлжан Қарағусова ана тілін депутат болған тұста үйреніпті, бірақ бюджеттің қаржысына емес. Меніңше көзқараста әр адам өзінікі жолына таңдайды. Солай ой. Егер мақсатта бар қазақ тілін білуге, ол өзі жолына таңдайды. Өзі ақша төлейді, басқа ретте қазақ тілін оқиды. Бір қызығы депутаттарға миллиондап ақша бөлмей, қазақ тілін тегін ақ үйрететін орталықтарға неге жібермейді деген жауапсыз сұрақ бар. Қатысушыларға тегін оқытамыз. Жылына мысалы 1,5 адам оқытуымыз керек қазақ тілін. Нұр-Сұлтан қаласының тұрғындары мен Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігіне қатысты мемлекеттік мекемелер ғой. Еске салайын, мемлекеттік қызметке орналасу үшін қазақ тілін білу міндетті және мерзімді түрде сынақ тапсырады. Бірақ бұл талаптың депутаттарға неге қатысы жоқ екені түсініксіз. Аямүтәлі, Санат Иманғали, Нұрсұлтан Сәулет, Айбат, жаңалықтар қызметі.